Ассалаумағалейкум, қадірменді достар. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгін 28 қараша. Алдарында шапағатшы ата Бақытбай Сейітов мен болам. Біздің өткен эфирлердің барлығын және танымдық бейне жазбалардың барлығын YouTube каналынан топтастырып қойғанбыз. Көрулеріңізге болады. Жалпы алғанда әрбір тікелей эфирге тақырып керек. Өйткені бір-екі мәселе болса, мен оны тез айта қояр едім сендерге. Бұл ұшан қиыр шексіз білім болғандықтан, оның ішінен нақтылы тақырыпты табу қиын да. Өйткені бұл ақиқаттың ілімі болғаннан кейін, әрине ол жаңағы шексіздік. Жалпы өзі адамның жаңағы жүрегіндегі рухқа байланғаннан кейін адам шексіздікке ие болады. Алла іспеттес болады да. Өйткені Алла шексіз ақпараттың иесі Алла болса, содан тікелей хабар алып отырады да, санасы ашылып. Сондықтан бұлай адам жүрегіне өзінің рухына жалғанбаған кісі, мысалы үшін, ол өзінің память, сознание жинаған білімдер, сознание, соның төңірегінде болады. Әрине ол адамның ақылы шектеулі болады да. Сондықтан біз қазіргі уақытта осы тақырыптарды бастап отырған кезде біз шектелген ақылдың әлемінен шығып кетіп отырмыз да. Шексіз әлемге қадам басайық деп отырмыз. Сондықтан қандай да сұрақтың болуы ол қалыпты дүние деп есептейсіздер. Менің сіздерге айтайын дегенім, жалпы алғанда мына өзі дін дегеннің өзі не деген мәселе. Біз енді бұның барлығының, менің айтып жүрген әңгімемнің барлығы елге түсінуі қиын болғандықтан қайта айналып сол әу басқа келе береміз да. Сәби бала, жаңағы сәби баланың несін шайнап берген секілді ауыздарына қайта саламыз, шайнап жұта алмайды. Сонымен әуре отырған дүние. Жалпы алғанда дін деген не өзі? Сіздер білсеңіздер, дін қандай да дін, ол бір абсолюттік Құдайға іздеп, сол Құдайды соған жақындаудың жолын іздеп, сенім, нақтылы сенімді жетуді. Әркімнің бойында күмән болады. Ал жаңағы бір дінге кіргеннен кейін ол нанады, ең бірінші нанып кіреді да, онан кейін сенімнің жолына шығады да. Өйткені жаңағындай ол Құранда солай жазылған. Мысалы үшін қазіргі уақытта жалпы алғанда ислам діні, мысалы үшін, әлі сенімге жеткен жоқ. Басқаларды былай қойғанда, түсініңіздер ме? Жалпы алғанда, мысалы үшін, Будданы алатын болсақ, Будда сол адамның, жалпы адам дегеннің өзі не, кім? Біз кімбіз? Деп, бүкіл адамның өзі ішкі дүниесін, және мына сыртқы жаратылыстың бәрін салыстыра отырып, біз аспандағы космос секілді деп, сондай өздеріне жаңалық ашқанда, Будда деген сөздің өзі оянған жан дейді да, пробудившийся. Бұл жерде ол, именно жаңағындай нені білді ол? Ол Алланың
жаратушы екен, Құдай екен олар түсінген жоқ. Оларда жалпы Құдай деген тақырып жоқ. Олар адамның ішкі дүниесінің керемет, совершенный, кемеліне келгендігін, және де соның өзі жанның әлемінің өзінің қалай биікке самғайтындығын дәлелдетті. Бірақ адамның жаны ол шектеулі әлемнен шыға алмайды да. Шектеулі, адамның әрқайсының өз шегі бар. Сол шектеуден шығу үшін барып ол Алланың рухына қалған кезде шексіздікке шығып кетеді. Мына атеистердің, ғалымдардың дәлелдеп жатқан дүниесінің барлығы Құранда былай айтады ғой, біз дейді ең жақын сіздерге көрініп тұрған аспанды бірінші қабаты жұлдыздармен безендірдік дейді. Ал ғалымдар айтады, жұлдыздарға жету мүмкін емес, олардың бәленбай жаңағы қашықтықта дейді да. Сонда получается, Алланың жаратқан тек бірінші қабатын біздің көзімізге көріп тұрған жұлдыздардың өзіне адам баласы, тіптен ғалымдар, совершенный технологиямен дәрменсіз да. Планета, галактиканың айналасында ғана сол етіп жүрміз. Ал сол көзімізге көрініп тұрған жұлдыздарды біз әлі толық зерттеп болған да жоқпыз. Біз әрбірден кейін олардың санын да білмейміз. Неге? Өйткені міне соншама ұлылықта сол көзге көрініп тұрған жұлдыздардың ар жағында 7 қабат сондай не бар да. Мысалы үшін арифметикалық прогресс дегенді білесіздер ғой. Сонымен салыстырып көрсеңіздер, мысалы үшін өздеріңіз таң қаласыздар. Ол шексіз болып кете береді. Енді сіздерге бір пример айтайын оның шексіздіктің дәлеліне. Мысалы үшін мынау шахматный доска бар ғой, шахматный доска. Сол арифметикалық прогрессімен әрбір клеткасына бидай сап отырған ғой, бір ғалымдардан әңгіме бар ондай. Сонда жаңағы бәленбай қап кеткен, бәленбай эшелон кеткен. Бүкіл жаңағы шахматный досканы заполнить ету мүмкін емес екен. Жай қарапайым шахматный досканы оған жаңа қайталап отырмын ғой, әрбір клеткасына дән салып, оны арифметикалық прогрессиямен көбейтіп сап отырса, міне сондай дүние. Ал сондықтан да біз бәрін білдік, зерттедік дегеннің бәрі бос сөз. Көрдіңіздер ме? Ғылымдар ол жасалған әлем ғана. 7 қабат көк бұл жасалған әлем. Ал оның ар жағында жаратылған әлем қаншама. Енді сіздерге бір қызық әңгіме болсын, мен соны есептеп көрдім. Сонда қарапайым мен алған кезде жаңағындай 4-шіге барған кезде мен шошып кеттім. Мен қорқып қалдым, мен миым жұмыс істемей қала ма деп. Соншама нагрузка болды да, сол бетте өзім де білмеймін қалай жерге жата қап Алладан кешірім сұрағаныма. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ол адамның қиялына сыймайтын нәрсе. Сондықтан жаңағы мына шектеулі әлемнен, адамның шектеулі жаңағындай ақылынан, адамның шектеулі есінен тысқары әлемге шығу үшін да бізге Алланың рухына жалғанып, жаңағындай шексіз информационный поляға шығып кетуіміз керек та. Сонда ғана біз Аллаға жақындаймыз, сонда ғана біз Алла іспеттес боламыз, сонда ғана біз мәңгілік өмір көтеміз. Міне қандай процедураға келіп отырмыз. Ал Будда деген дін емес дейтін себебім, өйткені олар сол жанды, адамның жаны оянды. Біз осындай екенбіз деп керемет бір кемені шейін жан дүниені айналасын бәрін түсіне бастады. Ең басты олардың жаңалығы, мықты жаңалық, адамның өзі микрокосмос екен ғой деген тұжырымға келді. Бірақ оның ар жағындағы Құдай, андай, мындай әңгіменің бәріне олар жете алмады. То есть, жаңағы шектелген әлемде қалып қойды. Мысалы үшін біз мына сопылар тура сондай. Бұлар да сол жаңағы буддистердің бір түрі да, бірақ бұлардың олардан артықшылығы, бұлар ислам ілімі арқылы шариғатқа ілініп, жаңағы
діннің бірінші сатысына жетті да, а буддалар жете алмай қалды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан дағы дін деген не десе, ол сенімге апаратын жол. Сол, мысалы үшін, тағы да исламда неге алайық енді, өзімізге ең жақын сол ғой. Исламның шариғатын орындай отырып, адам неге жетеді? Нақтылы ақиқат сенімге жетеді. Ал егерде сол жаңағы шариғаттан ары қарай аттамаймыз, тарихатқа бармаймыз, христиан әлеміне, исаның әлеміне қосылмаймыз десе, олар әлі сенімге жетпеген да. То есть шариғатта отыра береміз дейді біз. Значит, олар ұзақ жолмен кетті да. Ал біз айтамыз, жоқ, Алла төте жол бар, Аллаға жаңағы сенімге баратын төте жол бар. Ол төте жолды Алла өзінің елшісіне, шапағатшысына беріп отыр қазіргі заманда, мысалы. Түсіндіңіздер ме? Өзі Құран айтады ғой, мен сендерге сырымды көп ашпаймын дейді, Алла айтады. Егер де мен адамзатқа сырымды ашқым келсе, өздерінің іштерінен бір адамды тағайындаймын, соған беремін дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан дағы қазіргі уақытта біз тығырыққа тіреліп қалған ислам әлеміне айтамыз. Біз сендерге төте жолмен тарихатқа шығып кетейік. То есть жаңағындай шексіз әлемге шығып кетейік. Десек, ол айтады жоқ дейді. Біз осы шариғатта қаламыз дейді. Осы шариғатпен жүре береміз дейді. Бұрында бір совет өкіметінің кезінде балалар болатын да. 5 жыл бір класста отырады да, уже сақал мұрты өскенше отырады. Сонда кейде сұрайсың ғой одан. Ей, сен немене оқи бересің деп. Баба мен мама ғой оқыл деп отырмын, мен оқи берем, маған попик, мен жата берем, артқы партаға жатып алады. Вечный второгодниктер болады да. Міне қазіргі уақыттағы ислам действительно жаңа шариғатты толық түсінді, көптеген жетістікке жетті, шариғатты жаңағындай орындау амалдарында кемеліне келді ислам. Енді ислам қазір жаңағы тарихатқа келесі шексіз әлемге өтіп кететін жағдайға келіп тұр, бірақ айтады жоқ, біз осы пока шариғатта жүреміз, басқаның бізге түктің көрі жоқ дейді да. Ол болмайды нәрсе. Өйткені Алланың планы бар, жоспары бар. Адамзатты кемелдендірудің жоспары бар да. Соны орындамайынша бұл заман аяқталмайды. Оны исламдық мұсылмандар қабылдайды, қабылдамайды. Қабылдаса бізбен бірге кетеді, қабылдамаса сол жаңағы средневековой мракобесиеде қалады. Алдыңғы қатар адамзат баласы әрі қарай өрлей береді. Міне мәселенің барлығы, мына авраамдық религиялардың барлығы, діндердің барлығы. Бұлар неге осындай? Өйткені бұлардың жетекшісі бар да. Біріншіден Алланың сөзі түскен кітаптар бар. Екінші орталарынан жаңағындай Алланың уәдесі бойынша төте жолға алып шығатын таңдаулы адамдар, кісілер бар да. Міне мәселенің барлығы сонда. Бірақ адамзаттың ең алғашқы ояну үшін, мысалы үшін Будда және онан бұрынғылардың ілімдері ол керек еді. Бұлар қарапайым былай ғой, мысалы үшін. Адамзат маймыл болып жүріп, түсіндіңіз бе? Тасқа сүрініп жығылды. О, мына тас менің құдайым деп, жаңағы құшақтап, кешірім сұрап жаңағы тастан. Онан кейін тасқа шықты, аспанға неге, таудың шыңына шықты дейік. Таудың шыңына шыққаннан кейін ол жаңағы бұлттар, жұлдыздарға қарады дейді. О, оказывается, менің құдайым жұлдыз екен. Сол секілді, мысалы үшін, адамзат өрлеген сайын абсолютті құдайға, танымға жақындай береді, бірақ жолшыбай қалып қойып отырады. Біреу жаңағы сүрінген тасты құдай деп санап қалып қояды. Біреу өзінің ішінен шыққан жаңағы Будда секілді адамдарды, мысалы үшін, Кришна, бәрі сондай нәрселер. Олардың барлығы ұлы ұстаздар Алладан келген. Бірақ адамдар олардың іліміне ере алмай қалып, олардың өзін құдай деп кеткенде, мысалы үшін. Тіптен авраамдық религияның өзінде христиандар, мысалы үшін, Исаны Алланың ұлы деп табынып отырмыз қазіргі уақытта. Ал бірақ христиан әлемі неге жаңағындай дін болып саналады, және авраамдық дін, және бір құдайлық дін болып саналады? Өйткені олар
киелі рухты мықты меңгерген да. Мысалы үшін ислам Алланың сөзін мықты меңгерген. Құранды ұстап, соның шариғатын орындайды да. А олар, христиандар мысалы үшін, киелі рухты мықты меңгерген. Жаңағы Құдайдың ұлы деген сөзін алып тастаған күнде. Бірақ әлі ешқайсы да толық Аллаға жетілмей отыр да. Даже мына ислам, христиан ілімдерінің өзі қазіргі уақытта, юдейлердің өзі толық Аллаға жетілмей отыр. Неге? Өйткені жарты кеш. Біреуі сөзімен ғана отыр, біреуі рухын ғана ұстап отыр. Мысалы үшін юдей ілімі мағрифатты ұстап отыр. Бұлардың бәрі қосылған кезде ғана ақиқат болады, түсінесіздер ме? Ақиқат деген Алланың сөзіменен, нұрыменен, рухыменен, махаббатыменен танылады да. Бұның өзі шектеулі. Неге? Өйткені бұның Алланың тек қана бізге беріп отырған сипаттары өзінің, болмыстары. Осының өзін біз меңгере алмай отырмыз да. Біреуміз жаңағы Алланың сөзін жабысып алдық. Рухының керегі жоқ. Шірік, аруақ деген шірік, анау шірік, мынау шірік. Көрдіңіздер ме? Сондықтан дағы сол жаңағы ислам, христиан, юдейлердің өзі сол діндік дәрежеге өткендерінің өзіне мәзіз. Және әркім өзінде бөліп алғанына мәзіз. Көрдіңіздер ме мәселе қайда? Сондықтан дағы ақиқат жалғыз ғана дінде ма деген әңгіменің барлығы сұрақ орынды да. Неліктен ол орынды болады? Өйткені адам баласы толық ақиқатқа әлі жеткен жоқ та. Әрине мына сынақ өмір, уақытша жалған өмір, сол үшін жаратылған адам баласын кемеліне келтіріп, өзінің ішкі дүниесінде жаңағы Құдайды толық түсіндіріп, тіптен өзін адам сол Құдайдың сипатына кіргізуіне шейін жетуіміз керек. Сонда ғана біз басқа әлемге өтіп кете аламыз да. Міне, сондықтан дағы қазіргі уақытта, достар, буддистер де, юдейлер де, христиандар де, мұсылмандар де, барлығы де сол ақиқатқа баратын жолдарды қиралаң созып, әрқайсысы бір бекетті құрып қойып ортасында отыр, орта жолда. Ал біз айтамыз, біз ақиқаттан келіп отырмыз, жүріңдер, еріңдер біздің соңымызға. Біз сендерді Аллаға деген сенімге төте алып шығамыз десек, жоқ, көнбейді. Сол сиқылды мысалы үшін тәңіршілдікте. Көрдіңіздер ме? Тәңіршілдік деген дін жоқ, тәңірлік деген дін бар. Тәңіршілдік деген ол уже біреуге табынып кету деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Шіл деген өзіңіз изм ғой, изм. Коммунизм, ленинизм, социализм, измдер. Шілік деген де солар. Коммунизм, шілік деген сиқылды толып атқан дүние. Тәңірлік деу керек, тәңірлік. Я, тәңірлік деген как раз сол жаңағы сенімге жетіп отыр да. Бірақ оның әлі толық жету үшін, тәңірлік сенім толық жету үшін, айырылған курстарынан өту керек та. Өйткені тәңіршіліктің өзін көбісі түсінбей, оны жаңағындай тек қана әруақ әлемімен шектеп, тек қана жаңағындай бақсылық, балгерлікпен шектеп жатқан жағдай бар да. Неге? Мысалы мен сіздерге айтайын, исламның шариғаты мен Исаның тарихаты қосылса, Исаның ілімі қосылса, тәңіршілік болып шығады, тәңірлік. Тәңірліктің ішінде исламның да көзқарастары бар, Исаның ілімінде көзқарастары бар. Исаның ілімін христиандар өзгертсе, біздің жаңағы ұлы бабаларымыз сол Исаның ілімін толық меңгерген. Көрдіңіздер ме? Ал Алла Тағала өзі әу бастан солай принцип ұсталған. Неге дейсіздер ғой? Енді ол, мысалы үшін, үйделерге барды ғой ол. Мен сендердің Құдайымын деп танысты, мен ақиқатпын деді. Ба? Енді сендерге елшілер жіберіп отырам, бәрін жіберіп отырам, мен сендерді жаңағы алып шығам.
бірақ сендер басқа халықтарға өтесіңдер деді. Олар айтты, олар хитрый болып келді да, жоқ, біз басқа елге жасырып қояйық, өзімізді ғана құтылайық, олар қалса қала берсін деген секілді. Алла сонысымен Құдай ғой. Ол әу бастан білді иудейлердің жаңағындай бәтуадан тайып кететіндігін. Сондықтан дағы жасырын түрде осы жаңағы тәңірлік ілімді ұстанып отырған біздің халықты. Ол Библияда жазылған. Изекил пайғамбарға айтқан. Изекил, сен дейді өзіңнің халқыңа айт дейді. Егер де олар менің айтқаныма көнбесе, менің дейді таңдаулы елі құлым бар дейді, құлдарым бар дейді. Олар шетінен батырлар дейді. Олар келіп сенің мінезет қанаңа шейін талқандайды деп еврейдің еліне айт дейді. Ол қай халық? Ол жаңағы тәңірлік сенімді ұстап отырған халық. Особое подразделение, гвардия, Алланың гвардиясы. Сондықтан да жаңағы исламның да, жаңағы христианның да, Мұхаммедтің де ілімдерінің барлығының негізі сол тәңірлікте жатыр да. Міне сондықтан да енді қазіргі уақытта көшбасшы болатын кім? Қазақ елі. Бірақ қазақтың елінің салты көріп тұрсыңдар ғой. Пайда қуған, бәле қуған, тағы да айтуға тура келеді. Бір тамағым, бір тасағым деп жүрген елге айналып кеткен кезде, Алла оның ішінен бізді таңдап отыр да. Біз қазақпыз. Және де Алланың білдіргені бойынша біз барлық діндердің білімдерін, ақиқаттарын ашып отырмыз сіздерге. Міне, сондықтан да қазақ елі кезінде мысалы үшін былай болды ғой. Иудейлерге айтты, сендер таңдаулы халықсыңдар, бүкіл адамзатты маған бастап келесіңдер деді. Олар хитрый болып жаңағындай пайда қуып оларда. Расточительство деген соларда ғой. Бәтуадан тайып кетті. Сол кезде Алла тағала шлагбаумды мына жаққа қарай бұрды да. Рельстерді бұратын немесе стрелочник дейді ғой, стрелканы. Қазақ еліне аударды дүниенің барлығын. Сондықтан да қазіргі уақытта біз былай айтқанда Алланың аманатын алып отырмыз да. Бүкіл адамзатты жаңағы тәңірлік немен тіке алып шығу. Бірақ тәңірлік сендердің айтып жүрген тәңіршілдіктерің ол тәңірлік емес. Тәңірлік таным деген жаңағы Исаның, Мұхаммедтің ілімімен Исаның ілімін біз басын қосқан кезде нағыз тәңірлік сенім пайда болады да. Қазіргі ой соқтылар менен сөз соқтылардың таптолықтардың айтып жүрген тәңіршілдігі ол емес. Түсіндіңдер ме? Осы тәңір деген сөздің өзін білу керек. Оны жаңағы Алладан басқа құдай қып, тоқтарабыз дегендер сөз соқты. Оның қастарында жүрген ой соқтылары бар неше түрлі да. Ол олай емес. Алла әлемдердің тәңірі. Көрдіңіздер ме? Ол Алла барлық дүниеге ортақ құдай. Олар я сущий деді, мен Яховамын деді. Сендердің тәңірлеріңмен. Кім Алланы мойындайды, мен соған тәңірмін деді да. Ол сол кезде параллельно қазақ еліне де келді да. Қазақ деп айтпай ақ қояйық енді. Бұрынғы бабаларымыз. Міне осындай жағдай. Өйткені Алла тағала барлығын қамтиды да. Ол әу бастан жаңағындай еврейлердің солай бәтуаға келмейтіндігін, тайып кететіндігін білгендіктен жасырын түрде мына біздің қазақ бабаларымызды осыған дайындап отырды. Түсіндіңдер ме? Енді бұл үлкен тақырып. Сондықтан достар, тәңіршілдік деген ол бос далбаса, аннан жинап, бұннан жинап, тауда жазылған, таста жазылған әңгіме, аңыздарды жинап, ойдан құрастырып атқан дүние, атеистердің негізі істеп атқан шаруасы. А ол тәңірлік таным деген, ол қазақтікі. Ол тәңірлік танымның өзі екі бөліктен тұрады. Біріншісі ислами дінде қамтылған, екіншісі Исаның әлемінде. Түсіндіңдер ме? Сондықтан дағы мінекей. Қазіргі уақытта біз қазақ. Қазіргі уақытта біз қазақ, сондықтан дағы исламды қабылдап, және де әруақ әлемін
То есть жаңа мен маған айтқан киелі рух туралы, Святой Дух туралы ілімді қабылдап отырған Исаның, христиан әлемінің солардың танымдарын қосамыз. Сол үшін де қазақ жеріне ислам мен христиан діні бірдей отыр қазір. Оны үкімет те солай қолдап отыр. Неге? Оның бәрі Алланың жоспарында. Қандай да үкімет болсын, ол жаңағы Алланың жоспарындағы дүние ғой. Айтады ғой, әрбір патша, билік, ол Алланың уәкілі жер бетіне жіберілген деп. Сондықтан дағы мысалы үшін қазақ елінде біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішев тегін адам емес. Сондықтан дағы құрметті достар, міне дін дегеннің не екенін білдіңіздер, қайталап айтамын. Дін деген сенімге апаратын жол. Орыстардың бір жақсы сөзі бар. Неисповедимы пути Господни дейді. Алланың жолы өлшеусіз дейді. То есть әркім ұзақ жолдармен жүріп келеді да. Сонда арасында Алла жаңағындай өзінің елшісін жіберіп, төте жолды көтеріп жібереді. Енді бір сүйіп қалған халқына, ерекше бір Алланың алдында авторитетке ие болған халықтарға сөйтіп, сол халықтың біреуі біз. Қазір енді қазақ халқы төте жолға шығыңдар, Алланың елшісінің соңынан еріңдер десек, сендер соншама мақұлық болып қаласыңдар. Осындай мәселе. Сондықтан дағы достар, қазіргі уақытта исламның шариғаты өте дұрыс. Және де олар өзінің миссиясын жасап келді. Енді ол жаңағы Алланың действительности жаңағындай бойұсынушылық діні, ислам сөзінің өз переводы бойұсынушылық, Құдайға тікелей бойұсынатын, Аллаға тікелей бойұсынатын шариғат ұстап отырған ислам енді биікті көтерілу керек. То есть тарихатқа өту керек. Ол кімнің? Исаның іліміне. Енді есекті от қайдасаң боққа қашатының керін жасап, жаңағындай ақиқаттан айырылып қалып отыр да. Мені сондықтан дағы сіздерге айтайын дегенім. Осы мәселе бұл енді бір жарты сағатта түсіне қоймайсыңдар әрине. Бұның барлығын кезінде көресіңдер, кезінде білесіңдер. Біз ел арасына шығатын күн туады. Әзіргі уақытта біріншіден коронавирустың кесірі болып отыр. Екіншіден халық дайын емес біздің шығуымызға. Түсіндір ме? Ал бірақ халықпенен Алла және оның әскері жұмыс жасап жатыр. Мұхаммед пайғамбар, Иса пайғамбар өзінің үмбеттерімен жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да жаңағы Абайдың адам бол ілімін оқып жатқандарың, даже мынау исламның өзі біртіндеп жаңағы қазақтың салт дәстүрін оқуға көшіп жатыр. Анау явный салафит вахабист болып жүрген ұстаздар аздап сопылыққа ауысып жатыр. Мысалы үшін Тазабековтер мысалы үшін ойбой жаздық жаңылдық деп жаңағындай қазақи домбыраны қайтадан қолына алып жатыр. Оның бәрін кім істеп жатыр? Әрине Алланың әмірін орындап жатқан Алланың әскері жұмыс істеп жатыр. Ал біз не істеп жатырмыз? Біз площадканы дайындап, сол келетін бақ құсының қонатын платформасын жасап жатырмыз да. Бақыт құсы қазақ елін қалықтап тұр. Сондықтан да қазақ елі айналайындар, бақыт құсын ұшырып алмаңыздар. Ал ендігі жерде жалпы халықтың арасында басқа да нелер бар, мысалы үшін, сөз соқтылар, ой соқтылар, секта құрып тастағанда, то есть әрбір ақиқатқа айналасынан сателиттер пайда болады да, бұрмалайтын. Өйткені адам баласы өмір бойы сонымен келеді, жағаласып бірімен бірі. Өйткені ол жерде бір атақ бар деп ойлайды, бір пайда бар деп ойлайды. Біз историяда қалғысы келеді, тарихта қалғысы келеді. Толып атқан енді нәпсі деген жаман нәрсе ғой. Олар бір-ақ нәрсені ойламайды. Сонымен біз Алланың алдына неге жауап береміз деген нәрсені олар ойламайды. Өйткені жалпы сенім жоқ, көрдіңіздер ме? Бәрі жолда жүр. Дін қуып жүргеннің бәрі де сенім жоқ әлі. Жолда жүр. Сол сенімге апаратын, толық сенімге апаратын жолда жүр барлығы. Ол ислам дініне де байланысты, христиан дініне де байланысты. Ол Құранда тікелей жазылған.
арабтар дейді, біз мұсылман болдық деп айтады дейді, біз сендік деп айтады дейді. Сен оларға айт дейді, Мұхаммедке айтады. Сендер тек мұсылман ғана болдыңдар дейді. Ал әлі сенім жүректеріңе енген жоқ, сондықтан сендер мүмін болған жоқсыңдар дейді. Көрдіңіздер ме? Біздің қазақтың ішінде кәрік отырғандар не дейді? Біз мұсылманбыз дейді. Демек, наным бар да сенім жоқ әлі. Ал сенім толық кірген адам, ол мүмін атанады да. Оны қазақ момын қазақ дейді. Бір жақсы адамды, бір жуас, ешкімге зияны жоқ адамды қазақ айтады, момын деп. Мүмін деген сөз ғой ол. Мүмін адам бұл дүниенің жалғандығын түсініп, бәрінің алдында басын иіп, өте кішіпейіл, өте мейірімді, өте рақымды адамдар болады ондай. Оларды қазақтар момын дейді. Ол кісі бір момын адам еді дейді. Сол мүміндер жоқ қазір. Барлығы сен түрмен атайын. Сондықтан жаңағы неше түрлі секталардың құрылуы ол әбден түсінікті. Қазіргі уақытта жалпы тікелей сенімге апаратын, сенімге дегенде ол немене сенімге деген сұрақ туады ғой. Абсолютті Құдайға, Аллаға деген сенім. Не көп дүниеде? Дін секілді қоғамдар көп та. Біреу айтты ғой жаңағындай, тасқа табынып жатыр, біреу бейітке табынып жатыр, біреу барып көкесіне табынып жатыр, біреу әкесіне табынып жатыр, біреу күнге табынып жатыр. Көрдіңіздер ме? Оның бәрін дінде болмайды. Дін деген тек абсолютті Құдайға апаратын, сенімге апаратынды. Олай қазір адамзаттың ішінде 3 дін бар. Иудей, христиан және соңғысы ислам. Будда дін емес, ол Будда деген учение. Учение по познанию человека. Міне достар, мәселенің барлығы осында да. Ендігі уақытта қазір біз айтамыз: ей ислам әлемі, ей христиан әлемі, сендер бірін мойындасаңдаршы. Өзі екі діннің басы қосылу деген қиын емес. Исламның шариғатынан артық шариғат жоқ. Бәр адамзат сол исламның шариғатын мойындау керек. То есть жер бетінде құлшылық істеп, намазын оқып, орадасын ұстап дегендей. Ал бірақ оларда не жоқ? Рух туралы білім жоқ. Сондықтан Исаны сол үшін жіберген. Енді Исаның ілімін қабылдаса, христиан әлемімен біріксе, онда бізде шариғат та, тарихат та болады. Одан кейін барып жаңағындай еврейлерге бізге қосылса, марифат болады. Ар жағында қол созым жерде ақиқат тұрады. Ақиқат не? Ақиқат Алла. Ақиқат дін деген не? Сол Аллаға деген сенімге апаратын жолда жүргендер. Сондықтан қазіргі уақытта бүкіл діндер жолда жүріп келеді. Сенімге жеткен ешқайсы жоқ. Достар, ақиқатқа деген, Аллаға деген сенімге жетейік. Оның Тәңір деп мойындайық. Өйткені Алла бар әлемнің құдайы, жақсының жаманның құдайы. Ал Тәңір деген сол Аллаға бой сұнғандар, жақсылардың құдайы, билеушісі. Так, достар, енді түсіндіңіздер ғой, енді әрине түсіндіңіздер өзі қиын әрине. Но бірақ хотя бы бір Будда сиқылды оянған жан, пробудившийся болсаңдар, и то неплохо. Болар еді. Жарты сағаттан уақыт асып кетті. Достар, кімде қандай сұрақтар бар, қойыңыздар. Қазақ бабалары шатысыз деп ойлайсыз ба дейді. Олар неге шатысыз деп ойлайсыңдар? Жоқ. Қазақтың құдайы бар ежелден. Айттым ғой, бұл элитный подразделение. Қазақ деген халық
ешқандай да оның әрбір сөзінде, әрбір салтында, әрбір ісінде ақиқат бар. Сенім бірінші ме, дін бірінші ме? Дін деген сол сенімге апаратын жол. Ал сенімге ешкім жеткен жоқсыңдар әрқайсысы. Так, достар, сондықтан да міне осындай жағдай. Бірақ қазақтың бабаларымыз ақиқатты ұстанды екен деп 12-ші ғасырдың киімін киіп, 12-ші ғасырдың тамағын жеп, средневековый мракобесиеге қарай бұрылмаңыздар. Керісінше, кешегі тақырыпты айттым ғой мен сіздерге. Әруақты бабалар менен адамның баласының арасындағы взаимосвязь. Сол бабалардың қолдауы менен қазіргі ұрпақ алға жылжуымыз керек. Біз анау еврейлер электрониканы, кибернетиканы мықты жасап атқан, анау транспорт технологиясы немістер, солардан артық болуымыз керек. Біздің артықшылығымыз сол, біз кісіден адам жасап шығарудың білімін білеміз да. Біз ақиқатқа жетіп отырмыз. Ол материальный әлемнің байлығы, оның бәрі қалады. Бірақ ол да керек тіршілік үшін. Бірақ та оны істеп атқан халықтар бар. Зачем приобретать телегу, когда она уже есть? Түсініңіздер ғой. Сондықтан дағы қазақ елі бастарыңды ауыртпаңдар. Мәшіне жасап шығарайық, ананы жасап шығарайық деп әуре болмаңдар. Сендер кісіліктен адам жасаудың білімін халықтарға үйретіңдер, басқаларға. Сол білімді оларға сатыңдар да, олардың технологиясынан жасалған заманауи байлығын осы қазақ тіліне әкеліңдер. Міне сауданың мықтылығы. Ең басты сауда айтады ғой Алла. Алламен жасасқан саудаларың дейді. Өйткені ол шірімейді де, міндетті түрде орындалады. Алла сендерден бір-ақ нәрсені требовать етеді. Бойұсыныңдар. Аллаға бойысыңдар, оның жер бетіне жіберген елшісіне бойысыңдар. Демек сендер осы бізге, осы сабағатшы ата төңірегіне жиналған біздерге бойысынып, Алланы армандап келіңіздер. Біз сіздерге бәрін тегін береміз, тегін үйретеміз. Түсінікті ма, достар? Жақсы, қолдарыңыз жайыңыздар бата берейін. Бақ қарасын, қыдырдарсын, кең пейіл, кеткес дәулет берсін. Төте жолға шығайық. Сенімдеріңіз мол болсын. Қайда барсаңыздар да ақ жол болсын. Аллах акбар. Достар, басқа сұрақ түсті ма? Свежий сұрақтар бар ма? Аниша Мамилина. Отличный вопрос. Какого Бога дейді? У каждого существа и должно быть свое имя. Ему имя Аллах. Но у него есть 99 свойств, и известны нам сущности. Он является к нам в слове своем, в духе своем, в свете своем и в любви. В этих 4 сущностях проявляется этот Бог. Он единственный для всех. И в отношении нас с вами Он Господь. По-казахски это Тәңір. Аллах біздің Тәңіріміз. Қош сау болыңдар, достар. Амандық күндерде кездесейік. Жақсы.